қосылып тұр ма? Демонстрация жасай алмайтын қазір. Так, енді қарап көресіз ба? Шықпай қалып тұр менде демонстрация. Онда жаңағы келесі маман дайын болса, Шықты ма? өткізе берсе. Шықты ма? О, жақсы болды. Қан сияқты. Сәлеметсіздер ме? Құрметті әріптестер. Мен Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласындағы нөмірі 16-шы Далабай Жасықбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, аты жөнім Бегалиева Әйгерім Төлегенқызы. Жалпы Canva-ның мүмкіндіктері өте көп. Бұл жерде Сымбат ханым айтып кеткенде, мен сіздерге бүгінгі Canva-ның көп элементтерінің ішінде әсіресе өзімнің пәніме сәйкестендіріп хикая кітабын көбірек жасаймын. Бұл жерде мен интернет желісіне байланысты бәрін скриндеп алдын ала дайындап қойған болатынмын. Canva қолданбасына кіргеннен кейін сіздер мына жердегі қолданба деген батырманы бассаңыздар, AI мен жұмыс істейді, яғни жасанды интеллектпен жұмыс істейді. Осы жерден балалар кітабын таңдайсыздар. Яғни бұл жердегі оқушылар, кешіріңіз, экраныңыз көрінбей тұр. Сиқырлы әңгімелер кітабын жазғанды, одан кейін осындай фичер шығатын болады. Қиялды өмірге әкелу, бір уақытта бір оқиға. Бұл мәтіндік сипаттамаларды балалардың ертегі кітаптарын баурап алуға да, мысалға, Әйгерім ханым, кешіріңіз, экраныңыз көрінбей тұр. Тек қана кездесу деп қана шығып тұр, иә. Экраныңыз қатып қалды ғой деймін. Көрсетіп жатырмын. На весь экран десеңіз, көріну қажет. На весь экран дедім. Көрінді ме? Енді көрінді. Осы жерден қиялды өмірге әкелу, бір уақытта бір оқиға, мана балалар кітабы деп айтып жатырмын ғой. Енді бұл мен көбінесе өзімнің пәніме бейімдеп алам. Бұл жердегі мысалға оқушылар мана сюжетті ашу үшін, тақырыпты болжау үшін, кішкентай балаларға да, 5-ші сынып оқушыларына да өте тиімді әдіс, жасанды интеллекттің бір түрі. Бұл жерде мысалға жаңа дизайнды қолданыңыз деп тұр ғой. Бұл жерге біз мәтінді көбінесе ағылшын тілінде жазам, аудармасымен бірге Google аудармасын қолдана отырып. Мысалға, мен мына жерге манағы әзірлеп берді. Яғни, бұл жерде кез келген мұғалім манағы өзінің авторлық жұмысы ретінде де осылай ұсына алатын болады. Одан кейін сіз мысалға оқиғаның басталуы, ары қарай қалай жалғасады бұл жерде. Мысалға, ары қарай жазғы демалысында әжелер оған ертегі айтып берді балаларға, және өзенге шомылуға алып барды деген сияқты сөйлем жазған болатынмын. Яғни, балалардың жазғы демалысына байланысты, немесе Арман мен Аяның жазғы демалысы қайда өтті деген сияқты мәтін берілсе, сол мәтінді ешқандай... Экран демонстрация көрінбей жатыр. Айгерім ханым, экран демонстрация жабылып қалды ғой сізде? Жоқ, көрініп тұр бізге. Демонстрация көрініп тұр. Қай жерге жазасыз, соны көрмей жатыр. Қай жерге жазам деп жатсыз? Иә, басы көрінбей қалды да, түсініксіз болып қалды, қай жерге алатынымыз. Ең басында. Қазір басынан бастап көрсетейін ба. Мына жерге қолданба дейсіздер ғой, кірген кезде Canva-ға. Мына жерде қолданба дегенде, осы батырманы бассаңыздар, AI мен жұмыс істейді дейді, яғни жасанды интеллектімен ғой. Осы жерде көп функция бар.
Бұл жерде мана аватар, фотосурет, осының ішінен балалар кітабын таңдайсыздар. Мәтінді сиқырлы әңгімелер кітабына айналдырып, Иә, енді көріп жатырмын. жазылған мәтінді, тексті бізге суретке айналдырып береді ғой. Былайша айтқанда хикая кітабы сияқты. Көбінесе мен өзімнің мысалы қазақ тілге де, орыс тілге, ағылшын тіл пәндеріне тиімді қолдануға болатын әдіс тәсілдер, тақырыпты болжауға деген сияқты. Дәл осыны басқан кезде осылай шығады. Сол кезде жаңа дизайнды қолданыңыз батырмасын таңдайсыз. Яғни қиялды өмірге әкелу, бір уақытта бір оқиға деген. Одан кейін осылай шығатын болады. Бізде мына жерде describe деген жерге бала мысалы сурет көргіңіз келеді. Одан кейін суретті көргеннен жазғаннан кейін сөйлемді generate image таңдайсыз, яғни бізге суретті генерациялап береді. Одан кейін келесі сөйлемді қосу үшін, суретті қосу үшін әрі қарай тағы да жалғастыруға болады. Мысалға мен бірінші неде суретте Ая мен Арманның ата-әжесіне барған жазғы демалысы деген сияқты етіп жазған болатынмын сөйлемді. Маған осындай сурет әзірлеп берді. Одан кейін екінші суретімде тағы дәл осылай сөйлемді жаздым, ағылшын тілінде жаздым бұл жерге. Одан кейін generate image батырмасын басқан кезде маған балалар жазғы демалысында әжесімен бірге көңілді демалыс өткізді, кітап оқып берді әжесі деген сияқты сөйлемге сәйкес сурет шығарып берді. Бұл енді хикая кітабы деп алдым өзіме. Көбінесе сабағымда осыны жиі пайдаланамын. Бастауыш сыныптарға, жоғары сыныптарға. Одан кейін бұл жерде сіздерге осы қолдаманы мана басқан кезде, мына ең басында көрсеттім ғой сіздерге. Мына жерде қолдаманы басқан кезде дәл осы батырма шығады тағы да. Сол кезде мәтінді сөйлеуге жасаған, мынандай жасанды интеллекттің түрі бар. Функциясы, бірнеше функцияларды айттым ғой. Содан кейін жаңа дизайнды қолданыңыз батырмасын таңдайсыз. Яғни бұл манағы біздің жасаған хикая кітабымызға дауыс беру үшін, дауысты қосу үшін қолданасыздар. Мына жерде text to speech деп тұр ғой, яғни мәтінді мана қолданып жүрген жасанды интеллект болып тұр ғой, наракит деген сияқты жасанды интеллект бар. Сол сияқты мына жерге манағы айтатын мәтінді жазасыздар. Enter text деген жерге мәтінді жазасыз. Хикая кітабы не туралы, немесе сұрақ деген сияқты етіп жазсаңыздар болады. Тілін таңдайсыздар, мына жерде жынысын таңдайсыздар, одан кейін дауысты созып айтуға да болады, немесе жай айтуға болады. Оның барлығы не спид деп тұрған жерде. Одан сұрақ әзірлеген болатынмын. Мына жерде мен даусым ашылмай қалып тұр қазір. Қазақша жазыла ма тоже? Қазақ тілі бар ма? Бар, қазақ тілі бар. Мына жерде select language деп тұрған жерде Қазақстан деп тұр ғой, менде автомат түрде. Осы жерде select бассаңыз, әртүрлі тілдер шығады. Қазақстан таңдайсыз, сол жерде автомат түрде Айгүл, немесе female деп тұр ғой, яғни әйел адам деген, я. Одан кейін ер адам болса, мана басқаша шығып тұрады аты. Мына жерде тілді таңдасаңыз, автомат түрде шығады, сол тілде сөйлейтін адамның дауысы. Содан кейін дауысын таңдайсыз, default low деп, яғни ағылшын тілінде шығып тұрады көбінесе. Жоғары дауыс, төмен дауыс, немесе сол мана сіздің текстіңізді жазған созып та айтуға болады. Мана сөйлеміңізді асықпай айтуға болады. Көбіне жасанды интеллект элементтер тез сөйлеп кетеді ғой. Міне осы хикая кітабыңызға әртүрлі дауыстарды қосып, өзіңіздің авторлық жұмысыңыз ретінде көрсетуге болады. Бұл жерде мен тек қана бір ғана элементін көрсетіп отырмын ғой сіздерге. Жалпы бұл жерде мұғалімдердің таратпа материалдары да көбірек, енді уақыт тығыздығына байланысты көрсете алмадым. Брошюрада жасауға болады. Біздер қазір көбінесе мұғалімдер жарысқа көбірек барады ғой. Мен де жарнамалап жатқан жоқпын. Инстаграм парақшамды тастап кетемін осы жерге. Canva'да мүмкіндіктердің барлығын, тегін ақпараттармен барлығын бөлісіп отырамын сол жерде. Өзім үйренген дүниемнің барлығы сол жерде бар. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деп есептеймін. Рахмет. Рахмет, Айгерім, күшті болды. Брошюраны қалай жасайды сонда? Сіздің неңізде бар? Поиск деген жерге жазасыз брошюра деп, автомат түрде шығады барлығы. Инстаграм парақшаңызды бересіз бе, сол жерде арасында қалдырсаңыздар. Рахмет. Инстаграм парақша тастап кетемін. Айгерім ханым, рахмет сізге көп.
Так, Instagram парақша барлығын чатқа қалдырып кетесіз ғой. Келесі бізде жаңа Алматы қаласы бойынша екінші орын алған кісі бұл Сәрсен Дана. Ол да өзінің жаңағы тәжірибесімен бөлісіп кетсе, Дана ханым. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Демонстрация көрініп тұр ма? Иә, көрінді. Рахмет. Қайырлы күн. Мен Алматы қаласы 59 мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Алдыңғы осы жылда өткен байқау бойынша қала бойынша 300 шақты одан да көп мұғалімдер қатысып, неше түрлі креативті видеолармен конкурсқа қатысқан болатынбыз. Осы байқауға қатысуға бізде Canva мен Google Gemini'дің көмегі көп болды, және сол арқылы біз әртүрлі сабақтарымыздың жаңаша түрлерін жасап үйреніп, сабақтарымызды қызықты етіп өткізіп жүрміз. Енді бұл жерде мен жалпылама жасанды интеллекттің ұрпақтармен сабақтастығы жайында жалпылама қозғағым келіп тұр. Жасанды интеллект деп отырғанымыз бұл жерде бұл яғни адам ақылына ұқсас міндеттерді орындай алатын машиналарды құрумен айналысатын компьютерлік ғылымның саласы. Яғни көбінесе жасанды интеллект дегенде адамдардың ойына суреттерді бір адамдардың кез келген адамның болсын, заттың болсын, роботтардың болсын, соларға жан бітіріп қойған нәрсенің барлығын көбісі жасанды интеллект деп есептейді. Бірақ жалпы негізінде бұл деп отырғанымыз біздің пайдаланып жүрген компьютеріміз, электрондық құралдарымыз, яғни автоматты түрде өзінде жадымен арқылы жұмыс жасайтын нәрселердің барлығын біз осы жасанды интеллекттің құрамына кіргізе аламыз. Яғни бұл тек қана роботтар емес деп айтқым келеді. Қазіргі таңда психологтардың айтуы бойынша білім саласында, жалпы жасанды интеллекті тек қана білім саласында ғана қолданбаймыз ғой, бірақ психологтық ғалымдардың айтуынша осындай 4 түрлі жағымен балалар білімді өзіне қабылдайды екен. Оның біріншісі дайын білімді қабылдайды, және зерттеу барысында жаңалық ашады өзіне, әртүрлі жағдайда әсер етуді сезінеді, және соның барлығын синтез жасап, құрастырып, өнім жасауды үйренеді екен. Бұл жерде біз ұрпақтар сабақтастығын алып отырмыз, яғни 25-ші жылдан бастап 39 жылға дейін дүниеге келген балалардың барлығын біз бета буындары деп айтамыз. Және әлеуметтік зерттеуші футуролог ғалым Марк Гриннің олардың қандай қиындықтарға тап болатыны туралы айта кеткен болатын. Бұл жерде жаңағы 2010 мен 2024 жылдардың арасында, яғни қазіргі біздің оқушылардың көбісі осы альфа буынның өкілдеріне жатады. Одан кейінгі ұрпақтар бізде Z буыны, ол 96-2010 жылдар аралығында дүниеге келген адамдар болса, Y буыны ол 81-96 жылдар аралығында өмір сүретін, яғни қазіргі мұғалімдердің қатарына да кіріп жатқан адамдардың осы Y буынына жатады десек болады. Бұл жерде мысалға бумери, олар 46-64 жылдар өмір сүрді ғой, және олар компьютердің даму кезінде өмір сүріп, газет оқығанды ұнатты. Яғни олар ең бай ұрпақ ретінде бізге танылады, және X ұрпақтарын айтатын болсақ, ол 65-60 жылдары өмір сүрген. Яғни олар өзінің ата-аналарын және өздерін қамтамасыз етумен көбірек айналысқан, теледидармен өздерінің қызығушылықтары теледидармен болды десек болады. 81-96 жылға өмір сүріп жатырған ұрпақтарды біз миллениалдар деп атаймыз. Және олар өздерінің осы ұрпақтардан бастап өздерінің ата-аналарынан бөлек тұрғанды дұрысырақ деп есептейді. Ол ұрпақтар интернетпен енді ғана жақсы пайдаланып бастаған ұрпақтардың қатарына кіреді. Зумерлерге келетін болса, ол 97-2012 жылдар аралығында өмір сүргендер. Ең соңғы біздің осы 25-тен бастап келетін ұрпақтар, ол альфадан бета поколенияға қарай ауысады. Яғни бұл жерде басқа да
жаңа айтып өткен буындардың түрі. Не үшін біз бұл жерде ұрпақтардың барлығын атап олардың жаңа қызығушылықтарын айтып отырмыз. Бұл жерде жасанды интеллектпен ең соңғы осы альфа бета буындарын біз тек осы жасанды интеллекттер арқылы ғана оларды білімге баулып қызығушылықтарын арттыра аламыз деп ойлаймын. Осы бета буыны ол 25 жаңа айтып өттім, осы жылдар аралығында өмір сүреді және олар басқа елдермен неше түрлі тілде араласып, түрлі мәдениеттермен жылдам өзгеретін дүниелермен сол өмірде өмір сүретін жаңағы ұрпақтар болып есептеледі. Және олардың құрамы міне 16%-ын құрайды. Сіз өтініш қалай жасадыңыз, соны көрсете аласыз ба? Мысалы, енді альфа Иә, қазір келе жатырмын, соған түсіндіріп келе жатырмын. Енді міне осы жасанды интеллект жайында айта өттім. Мына жарияланғандарын созбай ақ қояйын. Енді осы менің жасап отырған слайдымның барлығы бұл да және жаңағы байқауға да қатысқан мәліметтердің жасаған кезде пайдаланғаным осы Gemini'дің көмегімен болды. Осы жерде айтайын дегенім, мысалға Gemini'ді кейбіреуі Gemini деп те айтады, және ол америкалық жаңа произношениемен ол Gemini деп айтылады, ал британдықпен Gemini деп екеуі, яғни дұрыс екі несіде версиясы дұрыс болып есептеледі. Енді осы жерде мен Canva мен Gemini'дің көмегімен қалай видео жасағанымды сіздерге қысқаша видеомен көрсеткім келіп отыр. Көрініп тұр ма? Видео көрініп тұр ма? Көрініп тұр, иә. Тұр видео. Видео көріп жатқан жоқ. Қорытынды деп тұр. Canva көмектеседі. Видео көрінбей тұр. Видео көрінбей тұр ма? Көрінбей тұр. Қорытынды деген неңіз тұр алдындағы слайдыңыз. Қазір. Видео көрініп тұрған жоқ. Сізде видео мына осы бетте жасалды ғой деймін, иә? Иә, бетте. Осы бетті басып көріңізші. Немесе мына сол жағында видеоны қосу деген галочка тұр. Қосылды ма? Көрінбеді әлі. Жоқ, көрінбеді. Күтіп отырмыз сол. Қайтадан кіріп көрсеңіз. Аяулым ханым, сізге сұрақ қойға бола ма, әлде соңында қоямыз ба? Так, пока қосқанша қоя берсеңіз болады. Менде сұрақ, мысалы біз байқауға қатысу үшін презентация жасауымыз керек, е? Ол презентацияны біз жаңа стандартқа сай, яғни КТЖ-дағы оқу мақсаттарына сай етіп белгілі бір тақырыпқа жасаймыз, е? Иә. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант, біз PISA жаңағы моды немесе ОБТ тесттеріне арналып жасауымыз керек. Иә, оның ішінде екі номинация бар. Немесе жаңағы презентация жасасаңыздар болады, немесе тест жаңағы сұрақтарын. Презентация тест бұл жаңа именно ОБТ-ға байланысты ма? ОБТ, МОДО, PISA тесттері болады. Осыған просто обучающий как бы презентация болуы мүмкін или тесттер болуы мүмкін? Иә. Немесе тестті жаңағы Canva-ның ішіне салып жасасаңыздар болады. Тестті Canva-ның ішіне салып. Опросникті пайдаланып па? Иә. Сол жерге опросник, немесе жаңа бөлек-бөлек қойсаңыз болады. Маған сұрақ қойсам болады ма? Сосын тағы сұрақ. Біріншісі осы не еді ғой жаңағы? Осы мода тест бойынша, немесе обучающий презентация, сосын тағда, мысал жаңа бізде мына жерде Дана ханым айтып жатыр ғой, презентация жасап жатыр, бірақ бұл неге мектепте өтілетін нәрсе емес қой, қосымша ақпарат. Яғни бір обучающий программа, иә, бұл жерде сондай ма, или қалай? Тағы да жасауға болатын түрін айтып жатқаным ғой. Тақырыптар бойынша сол сабақ бағдарламасына сай болуы қажет. Сол бойынша жаңағы кез келген тақырыпта жасай аласыздар. Ал бүгінгі жаңағы Дана ханымның көрсетіп жатқаны бұл жаңағы общий, жасанды интеллект, яғни сіздерге түсіндіру мақсатында.
иә сіздер мысалға жаңа бір тақырып немесе пән бойынша қарастыра аласыздар. Саламатсыз ба? Менде сұрағым бар еді сізге. Аха. Бүгін байқауға қатысудың соңғы күні ғой тіркелуде. Соны тіркелген, тіркелмеген қайдан білуге болады? Бірақ мен қол көтеріп күтіп отыр едім, сұрағымды қойсам болады ма? электронный почтаға хабар келіп келген тіркелмеген. Қараңызшы, бізде жаңағы колледжға бар жоғы 5-ақ почта берді. Аха. Қалғандарымыз қалай алсақ болады? Ол біз өзіміз уже жеке сатып алу керекпіз ба? И ол бір рет қана төлене ме, әлде ай сайын төлеп тұру керек па? Так, Алматы қаласы бойынша біз мектептерге жаңағы білім басқармасы өздері сатып алды, бірақ колледждерге қазіргі кезде жаңағы оплата бойынша беріп жатырмыз. Өйткені демо версияның уақыты бітті. Және де мысалға 5 мұғалім қосылдыңыздар, егер тағы да қосыламын десеңіздер, оплата жасап қосыла берсеңіздер болады. Жасаған бұл на постоянной основе қалады или ай сайын төлеп тұру керекпіз ба? Доступты 1 жылға береміз. Аяулым, мен толықтырып өтейінші. Бағанағы байқау бойынша өте дұрыс маңызды сұрақтар. Жасалатын сіздердің канвадағы презентациялар бірінші байқау бойынша олар сіздер дайын шаблондарды пайдалана отыра, бірақ оларды өздеріңіздің күнделікті сабақтарыңызға жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес келтіріп, сабақ үстінде қалай пайдаланатындарыңыз бойынша сол презентацияны дайындап, байқаудағы шарттарға сәйкес көрсетілген почтаға жібересіздер. Жібергеннен кейін сіздер, кешіріңіздер, жібергеннен кейін сіздер егер оны ары қарай әлеуметтік желі арқылы программаға салып, шарттарға сәйкес белгілейтін заттарын белгілейтін ететін болсаңыздар, қосымша жаңағы номинацияға ие бола аласыздар. Мұндағы негізгі мақсат ішінде айтылған, қайтадан мұғалімдер бір-бірінің тәжірибелерімен бөліссін, бір-бірінен көрсін. Білетін мұғалімдер бар, білмейтін мұғалімдер бар, бір-біріне қарап үйренетіндей. Сосын екіншісі, ол жаңағы сіздерге барлықтарыңызға өзекті мәселе, ол ұлттық бірыңғай тестілеу, ол жаңағы ББЖМ, сосын пизаға дайындық. Пизаға дайындық жалпы бүкіл білім жүйесінің стандартын бағалау, зерттеу екендігін білесіздер. Соған сәйкес мұғалімдер өз тәжірибелерін бөліссе, сіздер бәрібір сол сұрақтарды мектептің ішінде көтересіздер, талқылайсыздар оқушылармен. Соны да жасап бөлісетін болсаңыздар, тәжірибесі жетпей жатқан мұғалімдер көріп үйренсе, немесе ішіндегі бір әдістемесін қарап үйренсе. Әрине, әр мұғалім өзінің шығармасына қарай әр сабақтың ішіне өзінің бір изюминкасын, яғни ерекшелігін қоса алады. Оған біз нақты бір бағыт бере алмаймыз. Сіздер үшін бұл жұмысты біреу жасамайды. Әр мұғалім өзіне қалай ұнайды, олай толықтырады. Дизайн жағынан, мәтін жағынан, ішіне тест саласыз ба, ішіне викторина кіргізесіз ба, топтарға бөлесіздер ме, оны өздеріңіз білесіздер. Бірақ нақты міне былай жасай салыңыз деп ешкім сізге айтпайды. Біз жалпылама нұсқаулықты бердік, бірақ әр мұғалім өзінің тәжірибесімен, өзінің шығармашылығын өзі іске асырып жібереді. Неғұрлым көбірек сабақ берсеңіздер, соғұрлым жеңуге мүмкіндігіңіз көбейеді. Бұл қандай конкурс? 1 минут. Қазақша, қазақ тілді, орысша да контенттерді көбейгенін қалаймыз. Біз өзіміздің жасап отырған сабақтарымыз да бар, бірақ әрине мұғалімдер әртүрлі болған соң, әдістемелік тәжірибеде әртүрлі болған соң, әр мұғалім өзінікін ұсынса деген ниетпен жасалып отыр. Ал колледж өздері де қатыса алады. Колледж өздерінің жұмыстарын, өздерінің бағдарламаларына сәйкес жасаса болады. Аккаунттары бойынша сіздерде сұрақтарыңыз болса, онда почтаға немесе біздің қолдау саппортқа жасаңыздар болады. Сол жерден жауап берген дұрыс шығар. Қазіргі осы бүгінгі кездесудің мақсаты ол дайындалып келген мұғалімдерге мүмкіндік берейік. Олар сабақтарын көрсетіп бітірсін, сосын аяғында біз сұрақтарды қойғанымыз дұрыс қой деймін. Себебі жоспардан кетіп бара жатырмыз, аяулым. Иә. Так, қазіргі кезде Дана ханымның жасаған видеосын көрсетейін. Сіздерге көрініп тұр ғой деймін, иә?
көрініп тұр, иә. иә Аха. Звук шықпай тұр ғой. дыбысы көріну үшін жаңағы сілтемесін чатқа жіберген дұрыс шығар. Әр адам өзіне жаңағы ыңғайлы уақытта көріп, тыңдап, үйреніп алса болатындай. Жақсы, онда бұл видеоны да сіздерге жіберіп қоямыз, сілтемесін барлығын. Мына асты жағында чат бар, сол жаққа біз номерімізді жазып қоямыз. Дана ханым, сізге рахмет. Тағы қосарыңыз бар ма? Иә, видеода жақсы, онда видеоны кейін көріп алсаңыздар болады, кез келген уақытта. Жалпы енді қорытындылай келе айтқым келетіні, кез келген ұрпақтарды біз жасанды интеллект ол кез келген педагогтың орнын баса алмайды дегім келеді. Осы бар айтарым. Рахмет сіздерге. Көп рахмет сізге. Жақсы, кім келесі айылым? Келесі Алия ханым, қосылсаңыз. Көріп тұрмын ба? Иә. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Атырау облысы Жылой ауданы Шоқпартоғай ауылындағы номері 3-ші жалпы орта білім беретін мектептің мектеп алды даярлық тобы тәрбиешісімін. Жиналиева Әлия Жаңабайқызы. Бүгінгі сіздерге ұсынылғалы отырған тақырыбым, бүгінгі мен республикалық онлайн шеберлік сағатына спикер ретінде қатысушымын. Қатысқаныма өте қуаныштымын. Желтоқсан айында ЕДАТА ұйымдастыруымен байқаудың шабыттандыратын үлгі номинациясымен марапатталдым. Бүгінгі сіздерге ұсынылғалы отырған тақырыбым Kanban'ның сіз білмейтін функциялары және оларды сабаққа дайындық кезінде, материалдар дайындау кезінде тиімді қолдану. Жалпы шолу жасап өтейін. Бүгін біз гиперсілтемені қосуды, сурет сапасын жақсартуды, QR-кодты Kanban'дан шықпай-ақ жасауды және жасанды интеллекті қосымшаларымен танысатын боламыз. Бұл функциялар кез келген материалдар жасау кезінде пайдалы болады. Алия ханым, демонстрация қоссаңыз болады. Айнұрды қосып жібересіз бе, Аяулым ханым? Аха, жақсы. Менің ноутбугым манағыдай видео ашпайды. Қосылды. Жалғастыра берсеңіз болады. Мен материалға тақырып ретінде бірден 10-ға және тура кері санау тақырыбын алдым. Математика пәні бойынша бұл бастапқы беттің көрінісі. Кішкентай балаларға арналған презентация болғаннан кейін 5 жастағы балалар, яғни менің алдымда отырған балалар, 5 жастағы балалар біздер бірінші сыныпқа дайындап береміз. Кішкентай балаларға арналған презентация болғаннан кейін оны визуалны тартымды, түрлі түсті болғаны өте маңызды. Kanban'ның базасында суреттерді қолдана отырып, осындай форматтағы көптеген дизайндар жасай аласыз. Ең алдымен жаңа бетті ашып керек түске бояп аламыз. Яғни маған керегі көк түс болды. Таңдаған түсімізді таңдап аламыз. Элементтер батырмасын басу арқылы сіз керек суретіңізді іздеп таба аласыз. Мысал ретінде шырша деп жазайық. Көптеген шырша суреттері шығады. Біз оның ішінен керегін таңдап, слайдтың бетіне қоямыз. Өзімізге керекті өлшемге келтіріп аламыз. Осылай бұлттарды, рельсті, пойыз белгісін тауып, слайд беттеріне орналастыра береміз. Егер суреттер бір-бірінің үстіне шығып кетсе, позиция батырмасын басып,
алға немесе кері бағытта қоя аласыз. Болтты шыршаның артына шығару үшін кері бағытта батырмасын бастым. Элементтер батырмасында керекті фигураны да табуға болады. Маған батырмасын табуға болады. Маған сопақ дөңгелек керек. Жазып тауып аламын. Керек пішінге келтіріп бояймын. Қалаған түсіммен. Тақырыпты жазу үшін мәтін батырмасын басу қажет. Тақырыпты бізде жазу үшін мәтін батырмасын басуымыз керек. Егер суретке анимация қосқыңыз келсе, анимация батырмасын баса аласыз. Дайын тұрған анимация қолдансаңыз болады. Немесе өзіңіз қолдан сызсаңыз да болады. Мысалы, пойызға жүріп келе жатқан эффекті бергіңіз келсе, рельс бойына бағыт сызыңыз. Келесі бетті де осы функцияларды қолданып жасайсыз. Слайд бетіндегі QR кодты канвадан шықпай іздейміз. Ең алдымен керек сілтемеге көшіріп әкеліңіз. Мен YouTube'дағы видеоның сілтемесін көшіріп алдым. Қолданбалар батырмасын басып, QR код қосымшасын тауып алыңыз. Сілтемені қойсаңыз, сол сәтте QR код жасалады. Код түсін дизайн керегіңізге қарай өзіңіз өзгерте аласыз. Егер сізге керек суретті бұлдырап немесе сапасы төмен болса, оны жасанды интеллекті көмегімен жақсартуға болады. Қолданбалар ішіндегі көптеген сапаны жақсартуға арналған қосымшалар бар. Оның біреуі Image Upscaler. Тыңдалған суреттің сапасын жақсартып береді. Таңдалған суреттің сапасын жақсартып береді. Егер сіз викториналық ойындар жасағыңыз келсе, Canva-ның гиперсілтеме қосуға арналған функциясын қолдансаңыз болады. Енді алдымда мектепке дейінгі балалар болғандықтан біздер 10-ға дейін санаймыз, есеп құрастырамыз, тура санатамыз, кері санатамыз деген сияқты, сәйкестендіреміз суретпен санды. Суретте есептер шығарамыз. Бір ұяшықты басқанда керек сұрақты ашылу үшін алдымен сұрақ жазылған бетті дайындап алыңыз. Қайта басты бетке өту үшін үйшік суретін қолдандым. Суреттің үстін басқанда 3 нүкте шығады. Соны басу арқылы сілтеме сөзін көресіз. Сілтемені басып, басты бетті таңдаңыз. Солай үйді басқанда басты бетке ораласыз. Бұл осы ұяшықтарға керек беттердің сілтемесін енгізу арқылы ойын жасасаңыз болады. Жасанды интеллекті дәл сізге керек суреттерді шығарып беруге қабілетті. Қолданбалардың ішіндегі жасанды интеллекті сурет генераторын тауып алып, өзіңізге керекті суретті сипаттаңыз. Мысалы, кітап оқып отырған бала, кішкентай қыз. Мен ағылшынша сұрадым. Себебі солай нақтырап сурет шығарып алуға болады. Қорытындылай келе, Canva мұғалімдер үшін таптырмас құрал деп ойлаймын. Тек барлық сырын функциясын біліп алғаныңыз жөн. Болды. Енді Canva-ның нелері көп енді. Пайдаланып жатырмын енді мектептегі оқушыларыма, балаларыма. Рахмет сізге, Әлия Күшті ханым. екен. Ішіндегі енді барлығын біздер тегін пайдаланып отырмыз. Көп, біз білмейтін нәрсе көп екен.
иә, ендігі мен ішіндегілердің барлығын тегін пайдаланып отырмын. Негізі алдында Аяулы ханым бір корпоратив почтама сондай жібердіңіз ғой. иә Соны біздер сол арқылы біздер Canvaға кіріп, ішіндегі жұмыстарды бәрін тегін пайдаланып отырмыз. Енді барынша бүгін жұмысым осы деп ойлаймын сіздерге. Ұнады ма, ұнаған жоқ па? Күшті екен. Жақсы. Біз білмейтін Рахмет көп. Аяулым ханым, сізге тағы сұрағым бар. Мысалы, жаңа осы апайдың алдында, Али апайдың алдында спикер шықты ғой, Дана деген қыз ау деймін. Сол эффекттар болды, жаңа сілтемесін жібердіңіздер ғой видеода. Эффекттар болды ғой. Мысалы, қосымша программамен жасалынған сияқты да, мысалы, ол телефон, планшет қарап тұрған кезде, тағы да мына жақта неде шығып тұрды ғой экранда. Сол деген сияқты. Солар қосымша программалармен жасалынған сияқты, тек қана Canva. Ол алдыңғы байқауда солай видео жасау керек болған, қалай әркім өзінің креативіне қарай. Сосын критериялар басқаша болды ол кезде, қалай не жасауға болады. Негізі Canva не үйрете алады, сол туралы түсіру керек болды. Мен мектепте қалай пайдаланып жүргенімді, сол басқа немен жасадым ғой. Именно Canva емес, монтажер нелер бар ғой. Монтаж жасайтын, видео жасайтын, сондай программаларды пайдаландым. Бірақ Canva-ның өзін көрсету керек болды. Сосын Gemini'дің қандай пайдасы бар екенін көрсету керек болды. Және де кешіріңіздер, мысалы жаңағы видео жасаған кездегі барлық эффектілер көрсетілген, олардың барлығы Canva-ның ішінде бар. Мысалы, Canva-ның ішінде тек қана презентация емес, мысалға жаңағы Дана ханым жасаған видео